Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл 19-шы сабақтың үй жұмысының жауаптары. Бірінші тапсырмада бізде мына етістіктерді өткен шақта қоюымыз керек болды. Сонымен arrived, started, stopped, cried, liked. Дұрыс жауаптар осылай болады екен. Arrived, started, stopped, cried, liked. Тексеріп алыңыздар. Одан кейінгі бізде бұғымсыз сөйлем құрамымыз керек болды өткен шақта. Қарап тексеріп алыңыздар. Егер де сіздерде көп қате шығатын болса, алдыңғы сабақта қайтадан тағы да бір рет қараңыздар. Бізде келесі тапсырмада ол сөздік қорға байланысты. Мінекей, мына жақ бетінде тағы да екі сөйлем бар. Оны да қарап тексеріп алыңыздар. Енді бізде сөздік қорға байланысты мына жерде етістіктерді мына жерге қойып шығуымыз керек болды. Сонымен екіншісінде move, үшіншісінде greet, arrive, төртіншісінде тексеріп отырыңыздар. Бесіншісінде laugh, алтыншысында like, жетіншісінде travel, сегізіншісінде miss, тоғызыншысында help, оныншысында try болған екен. Одан кейінгі бізде listening тапсырмасында Непалдағы Сэмнің интервьюі жайлы болған. A немесе B таңдауымыз керек. Сонымен дұрыс жауаптары B, біріншісінде, екіншісінде A, үшіншісінде A, төртіншісінде A, бесіншісінде B, алтыншысында B болған екен. Осы тақырыптың сөздерін жазып жаттап алды деген үміттемін. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.